Жолаушы жүргіншіні ұрып жіберген. Алматыдағы автобус апатынан 3 адам мерт болды. Алматыдағы автобус апатынан 3 адам мерт болды деп хабарлайды Массагет кз тілшісі Алматы қаласы полиция департаментінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Алматы полиция департаменті мәліметінше, 22 желтоқсанда сағат 18:15-те нөмір 47 бағыттағы қоғамдық көліктің жолаушысы көлікті басқарған әйел жүргізушіні ұрған. Жанжал салдарынан жүргізуші есінен танып қалған. Салдарынан автобус аялдама маңында тұрған адамдарды қағып, 4 көлікпен соқтығысқан. Осы оқиғаның салдарынан 3 адам қаза тауып, тағы 4-еуі түрлі дене жарақатын алып, ауруханаға жатқызылды. Қоғамдық көлік жүргізушісін ұрған ер адам ұсталды. Бұл дерек Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345 бабы 3 бөлігі бойынша соталды тергеудің бірыңғай тізіліміне тіркелді. Сараптама тағайындалды. Оқиғаның басқа да мән-жайлары анықталып жатыр. Еске салайық, бұған дейін желіде Алматыда болған жол апатынан суреттер мен видеолар тараған еді.